Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі тез дайындалатын самса дайындаймыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ыдысымызға жылы су құйып, оның үстіне бір ас қасық шамасында сары май саламыз. Жақсылап араластырып, бір шай қасық тұз саламыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Бір стакан сүт құямыз. Бір жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Еліктен өткізіліп, дайындалған ұнымызды салып, жақсылап қамыр қылып елейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, бетін жауып, жарты сағатқа тұндырып қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өтті, екіге бөліп, қамырды домалақтаймыз. Бірінші бөлігін алып, жая бастаймыз осылай. Үлкен қылып жайып, үстіне ұн сеуіп, орап, осылай орап алып қоямыз. Екінші бөлігін жаямыз. Сары майды микровкада жылытып, ерітіп, осылай жағып шығамыз. Ерген сары майды кішкене суытуды ұмытпаңыздар, әйтпесе сары май ағып кетуі мүмкін. Осылай толық жағып шығамыз. Алдында жайып қойған қамырымызды үстіне қойып, осылай жасаймыз. Арасында ауа қалып кетті, ол ештеңе етпейді. Бұның да үстіне сары май жағып шығамыз. Видеодағыдай ораймыз. Шұңғылды ыдысқа салып, бетін жауып, 3-4 сағат, әйтпесе бір түн мұздатқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Менде майдаланып туралған сиыр еті, оның үстіне бір пиязды майдалап турап саламыз. Кепкен аскөк, тұз, қара бұрыш, паприка. Жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май құйдым. Құйрық май салсаңыздар да болады. Екінші салмасын дайындаймыз. Екінші салмасында майдаланып туралған тауық еті, оның үстіне бір пияз турап салдым. Тұз, бұрыш және паприка салдым. Жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май құйдым. Құйрық май салсаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Менің қамырым 4 сағат көлемінде тұрды. Алып, бөліктерге бөлеміз. Жаюға ыңғайлы болу үшін, осылай алақанымызбен басып дайындап аламыз. Шетінен жая бастаймыз. Бірінші сиыр етін салып, түйіп көрсетемін. Осылай шет-шетін жақсылап бекітеміз. Видеодағыдай түйеміз.
Тағы да сиыр етін салып, жақсылап шет-шетін жақсы бекітеміз. Өте оңай түйіледі, тез дайындалады. Қонақ келіп қалғанда, әйтпесе мерекелік дастархандарға тез дайындағанға өте керемет. Менде бұл тауық етінен салдым. Салмасын. Сіздер салманы бір ғана салмадан дайындасаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Сиыр етінен, әйтпесе қой етінен тартылған фарштан дайындасаңыздар болады. Мен сіздерге түсінікті болу үшін 2 салма дайындадым. Бір жұмыртқаны алып, бетіне жағып шығамыз осылай. Мен ақ күнжітті сиыр етіне осылай сеуіп шықтым. Қалауларыңызға қарай сеппей қойсаңыздар да болады. Ал тауық етіне қара күнжіт сеуіп шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Мінекей, біздің самсаларымыз дайын. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Қып-қызыл, өте әдемі болып пісіп шықты. Мінекей, үсті де асты да біркелкі қып-қызыл. Қамыры да үлпілдеген өте әдемі болып шықты. Ішінің еті толық пісіп шықты. Мінекей, сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға осылай дайындап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналымда бұдан да басқа самсалар бар. Кіріп қараңыздар. Комментария жазуды ұмытпаңыздар.